Бал қуаты жоғары тамақтық азық. Оның 1 килограммы 3250 калорий қуат береді. Бал адам организмін витаминдермен, ақуызбен, ферменттермен, тіршілікке қажетті тағы да басқа қажетті заттармен байытады. Сондай-ақ балды асқазан, бауыр, бүйрек, жүрек, өкпе, жүйке ауруларын емдеуге және суық тигенде қолданады. Ара балын косметикада, дәрі жасау өндірісінде де пайдаланады. Балды құрғақ, жақсы желдетілген бөлмеде 5 және 10 градусқа дейінгі температурада сақтайды. Өмірде табиғи балды ажырату оңай емес. Қантты бал араны қант шырынымен қоректендіру арқылы алынады. Сатушылар оны табиғи балға араластырып сатады. Бұл орайда табиғи, жасанды балды ажыратуға ешқандай анализ көмектеспейді. Жасанды балдың құрамында қант крахмалы, ұн, желім, гипс болады. Оның кейбірін үй жағдайында анықтауға мүмкіндік бар. Ол үшін 1 стакан қайнаған су аласыз да оған балды араластырасыз. Сол кезде тұнбаның төменгі жағында немесе бетінде механикалық қалдықтар шыға келеді. Ол балдың құрамында крахмалдың бар екендігінің айғағы. Гүлдейтін қаншама өсімдіктер бал болса, соншама балдың түрлері бар. Армысыз қадірменді YouTube көрермен, сіздермен әдеттегінше денсаулық байлық арнасы. Бүгін сіздерге ерекше пайдалы ақпарат: балдың құрамы қандай, балдың адам ағзасы үшін пайдасы қандай. Осы жайында біраз ақпараттарды ұсынатын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, өздеріңізге пайдалы ақпараттарды ала отырыңыздар. Табиғи бал шығу тегі бойынша гүлді, бал шырыны және аралас болуы мүмкін. Гүл балын аралар гүлді өсімдіктердің бал шырындарымен бөлінетін. Бал шырындарды жинау және өңдеу процесінде шығарады. Аралар бал шырыны кейбір басқа жәндіктерден тәтті секрециялар және бал шырыны кейбір өсімдіктердің жапырақтары мен шырша инелеріне қантты шырынның экскудациясы өсімдіктердің жапырақтарынан немесе сабақтарынан жинау арқылы бал шығарады. Балдың балында минералдардың жоғары мөлшері бар. Сондықтан ол аралардың қыстауына қалдырылмайды. Қорытылмаған заттардың көбеюі аралар шектерінің тез толып кетуіне әкеледі. Ал бал аралар ұяда дәрет етпейтіндіктен жылуды күтіп, бал шырынын ішу диареяға, аралар тобының әлсіреуіне және ішек ауруларының өршуіне, колониялардың өліміне дейін әкелуі мүмкін. Емдік қасиеті ерте кезден белгілі болып, түрлі ауруларға қарсы әркім өзінше пайдаланып келген. Суық тигенде жүрек, бауыр, өкпе, бүйрек, асқазан, ішек, жүйке аурулары, сондай-ақ қан қысымының көтерілуі сияқты дерттерге шипа. Оны көпке созып, асқынып кеткен жарақаттарға да жағуға болады. Соған орай балды кейбір ауруларға қалай пайдалануға болатыны туралы қысқаша мәліметті ұсынамыз. Бұл тәсілдерді ата-бабаларымыз байырғы заманнан пайдаланған. Балдың пайдасын адамзат өте ерте заманнан білген. Бізден 3000 жыл бұрын еврейлердің адам мен мал жарақатын балмен емдегені жөнінде деректер ұшырасады. Суық тигенде, тұмауратқан кезде балды ыстық сүтке немесе лимонның шырынына қосып, науқастан әбден айыққанша ішкен дұрыс. Ол үшін 1 стакан ыстық сүтке 1 шай қасық бал немесе сары май қосып ішіледі. Ал сүт жақпайтын адамдар үшін бүтін 1 лимонның шырынына 100 грамм бал қосып, әбден езілгенше араластырып, сұйықталған соң пайдалануына болады. Жөтелді басу үшін пияздың сөліне бал, сары май не қойдың майын қосып ішкен дұрыс. Сонымен қатар 1 литр суға ұнтақталған 500 грамм пиязды, 400 грамм қантты және 50 грамм балды қосып, отқа 3 сағаттай қайнатып, суыған соң шыны шөлмекке құйып аузын мықтап бекітіп қояды. Оны суық тиіп қатты жөтелген адам күніне 4-5 рет ас қасықпен ішуі керек. Сонымен қатар қызарып ауырып тұрған тамақты шаюға да пайдалы. Сондай-ақ шайнекте қайнап тұрған суға 1 ас қасық бал қосып, ауыз бен мұрынды булау тамақтың қызарғанын да басады. Асқазан ішек ауырғанда
не қышқылы аса көбейіп немесе керісінше азайып кеткен адамдардың да балды ем ретінде пайдаланғаны жөн. Әсіресе асқазанда жарасы бар науқас тамақтың алдында 1,5-2 сағат кейін үзбей бал жеп отырса, ауруы бәсеңдеп, жүрек айнуы мен асқазанның қыжылдауы басылады. Әрі бал қанның құрамындағы гемоглобинді көбейтеді. Қышқылы аз адамдар бір ас қасық балды тамақты ішер алдында ғана жесе, ал қорытатын шырынның көбірек бөлінуіне әсер етеді. Ал қышқылы көп адамдар тамақтан 1,5-2 сағат бұрын пайдаланса, асқазан қышқылын азайтады. Бал сондай-ақ жараға да ем. Бал күйген жерге де пайдалы. Күйікке балды күніне 2 рет жағып отыру қажет. Жараға жағатын дәріні 60 грамм балға 1 шай қасық балық майын қосып жақсылап араластырып жасайды. Бал жүрек ауруы бар адамдарға таптырмайтын ем. Оны белгілі бір мөлшерде анардың шырынына қосып та ішеді. Қатарынан 1-2 рет үзбей ішкен ауру адамның жағдайы әжептәуір жақсарады. Кеудесі жиі қысылып, жүрек соғуы нашарлаған адамға да бал жақсы көмектеседі. Балды бауыр және өт жолы ауыратын адамдар көбірек пайдаланады. Оны белгілі бір мөлшерде ақ ірімшікке, сәбізге, лимон шырынына қосып жеген дұрыс. Емдік қасиеті мол тағам түрлерінің ішінде табиғи балдың алар орны ерекше. Халық медицинасы бал арқылы ем қабылдауды осыдан 4000 жыл бұрын білгенді. Грек елінің ұлы ғалымы Пифагор ұзақ өмір сүрудің себебі балды жиі қабылдағаннан десе, әлемге әйгілі медицина ғалымы жазушы Абу Али ибн Сина, яғни Авиценна, егер жастық шағыңды сақтап қалғың келсе, балды жиі же деген. Бал жинау ара ұясының жылы маусымындағы гүл шірнесі мен тозаңын жинап, бал өндіруі табиғи процесс. Аралардың ішінде бал жинауға тек ерекше балауыз бездері бар жұмысшы аралар ғана қатысады. Ара өзінің бал сауытына артқы 2 аяғында болатын арнайы қуыс, өз салмағының жартысындай шірне нектар жинай алады. Олар жинаған сірнені ұядағы жас араға қалдырып, қайтадан ұшып кетеді. Жас аралар сірнені тор көшселерге салады, желдетіп артық ылғалын жояды. Араның сілекейі безі шірнедегі қант құрамын өзгертіп, оны балға айналдырады. Көшселер балға толғаннан кейін, ара оны балауыз қақпақшамен жабады. Мұндай бал ұзақ сақталады. Араның бал жинауы ара ұясының күйіне, ауа райына, өсімдік түріне және оның омартаға қашықтығына, шірненің бөліну дәрежесіне байланысты. Бір маусымда ара ұясы 100-200 килограмм бал жинайды. Араның бал жинауы өсімдіктердің жаппай гүлденуіне тұстас келеді. Сондықтан оны 3 кезеңге бөлуге болады. Көктемгі жинау өсімдіктің алғашқы гүлдеу кезеңінде басталады. Ерте көктемде тал, үйеңкі, алма, алмұрт ағаштары гүлдеген кезде аралар 2 аптадай тынымсыз күніне 5-6 килограмм бал жинайды. Көктемде жиналған балдың сапасы өте жоғары болады. Жазғы жинау 2-3 аптаға созылады. Бұл кезде бал күніне, яғни 6-7 килограмм негізінен жөке ағашынан жиналады. Өйткені жөке ағашы маусымның аяғы, шілденің басында гүлдейді. Жөкеден алынатын бал қоңыр түсті, хош иісті келеді. Ең көп бал қара құмықтан жиналады. Қара құмық 1 айдан артық гүлдеп тұрады. Күн ашық, ылғалды болса, бір ара ұясы маусымына қара құмықтан 50-60 килограммға дейін бал жинай алады. Күзде аралар балды аз, негізінен күнбағыстан күніне 3-4 килограмм жинайды. Одан алынатын бал ашық сары түсті, иіссіз болады. Сондай-ақ балдың бірнеше түрі бар. Оның біріншісі түйе бұршақ, яғни донник. Балы бірінші сұрыпты балға жатады. Ақ немесе ашық янтар түсті болып келетін хош иісі балдың бұл түрі глюкозаға бай. Түйе бұршақ балы ішек ауруларына өте пайдалы. Одан кейін шайқорай, яғни кипрей балы, мөлдір, жасыл, сары түсті сұйық бал. Балдың бұл түрін әлсіздікке, жараны қайтаруға пайдаланады.
жөке, яғни липа балы жақсы сұрыпқа жатады. Сары, жасыл түсті балдың бактерияға қарсы қасиеті бар. Жөке балының тамақ ауруларына да пайдасы мол, сондай-ақ тыныштандырады, ұйқыны жақсартатын қасиеті бар. Шабындық луговой балы бірінші сұрыпты балға жатады. Сары, қоңыр немесе алтын түсті балды шабындықтағы түрлі гүлдерден алады. Бұл бал арқылы тыныс алу, жүйке, жүрек және ас қорыту жүйесін емдеуге болады. Таңқура, яғни малина балы ақ түсті болады. Жоғары сұрыпқа жататын балдың бұл түрі суық тигенде тұмаудың алдын алу үшін пайдаланылады. Жұмысшы бал арасы гүлді өсімдіктердің шырынын өңдеп шығарған өнімі қоймалжың тәтті сұйық. Ара балы бір шырынды және көп шырынды болып бөлінеді. Бір шырынды бал тек өсімдіктің бір түрінен ғана жиналған шырын. Оны өсімдіктің түріне қарақұмық балы, жөке ағашының балы деп атайды. Көп шырынды бал өсімдіктердің бірнеше түрінен жиналған шырын. Мұндай балды табиғи бал беретін өңірлерге байланысты дала балы, тау балы, бақ балы деп әртүрлі атайды. Балдың химиялық құрамы шырын жинаған өсімдіктердің түріне, топырағына, ауа райының жағдайына және балдың түрлеріне байланысты болып келеді. Ара балының сапасын негізінен хош иісі, дәмі, түсі, тығыздығы, ылғалдылығы, қоректік және жабысқақтық қасиеттері арқылы ажыратады. Бар жоғы 100 грамм балды өндіру үшін ара шамамен миллиондаған гүлге бару керек. Ал 1 килограмм бал жинау үшін оған 150 мыңға дейін шырын әкелу керек. Ара гүл шырынын тұмсығымен жинап, оны бөтелкесіне толтырады. Шырын ауыр қайта өңдеу процесіне түседі. Жинаушы аралар және көптеген қабылдаушы ұялық аралар шырын тамшыларын тұмсығының ұшына ауық-ауық жіберу арқылы шырын құрамындағы суды азайтып, оны ферменттермен қамтамасыз етеді. Сонымен ұйымға жиналған бал тамшысы басқа аралардың өңдеуіне түседі. Балға толған араның балауызы балауыз қалпақшаларымен жабылып, осы күйінде жылдар бойы сақталады. Ара қандай еңбек құмар десеңізші, табиғи бал араның құрамында 75% инвертерленген қант және 18-20% су болады. Глюкоза балдың бүкіл құрамының шамамен 35%-ын құрайды. Бұл қант басқа қанттарға қарағанда тезірек кристалданады. Фруктозаға бал құрамындағы барлық қанттың екінші бөлігі келеді. Фруктозаның кристалдануы глюкозаға қарағанда баяулау жүреді. Егер бал құрамында фруктоза мөлшері глюкозаға қарағанда көбірек болса, онда бал әлсіз кристалданады. Балдағы сахарозаға мөлшері өте аз, бар жоғы 2% ғана. Жаңа жиналған балдағы сахароза мөлшері 6%-ға да жетуі мүмкін. Бал құрамында аз мөлшерде декстриндер де кездеседі. Осымен қорыта айтқан кезде, қадірменді YouTube көрермен, Алланың бізге берген өте керемет сыйларының бірі, кішкентай ғана жәндік араның адамзат үшін жасап жатқан өте үлкен еңбегі, бұл оның балды жасап шығаруы. Балдың құрамында біздің ағзамызға қажетті барлық микро және макро элементтер, әртүрлі ақуыздар, барлығы дерлік кездеседі. Өзіңізді дені сау адам ретінде сезінгіңіз келсе, үнемі тағамдық ас мәзіріңізде балдың болуын қамтамасыз етіңіз. Осы ақпараттарды пайдалы деп тапсаңыз, каналға тіркеліп, лайк басып, қазақша контентті қолдап, ақпараттың таралып кетуіне үлес қоссаңыз болады.